Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Ақ лағым бар». Тема сегодняшнего нашего урока «У меня есть белый козленок». Балалар, сабағымыздың мақсатымен таныс болыңдар. Балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Қора. Қора. Это загон для животных. Қора. Лақ. Это козленок. Лақ. Лақ. Балалар, тәуелдік жалғауды есімізге түсірейік. Менің лағым. Сенің лағың. Сіздің лағыңыз, оның лағы. Тыңда, қайтала оқы. Адам ауылда тұрады. Дедушка живет в ауле. Мынау қора. Это загон. Қорада кішкентай лақ бар. В загоне есть маленький козленок. Лақ ақ. Козленок белый. Лақ сүйкімді. Козленок милый. Мен лақпен ойнаймын. Я играю с козленком. Менің лағым әдемі. Мой козленок красивый. Лағым ойынды жақсы көреді. Мой козленок любит играть. Балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы. Әлібектің атасы қайда тұрады? Әлібектің лағы қандай? Лақ қайда? Әлібектің лағы нені жақсы көреді? Сенің лағың бар ма? Попробуйте ответить на эти вопросы. Балалар, енді жауабымызды тексерейік. Әлібектің атасы қайда тұрады? Әлібектің атасы ауылда тұрады. Әлібектің лағы қандай? Әлібектің лағы кішкентай, ақ, сүйкімді. Лақ қайда? Лақ қорада. Әлібектің лағы нені жақсы көреді? Әлібектің лағы ойнағанды жақсы көреді. Сенің лағың бар ма? Иә, менің лағым бар. Немесе жоқ, менің лағым жоқ. Балалар, сендердің де жауаптарың осындай болды деп сенемін. Екінші тапсырма. Жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Дети, вместо многоточий вы должны проставить нужные окончания. Енді балалар, жұмысымызды тексерейік. Мынау атамның үйі. Мынау менің ақ лағым. Сенің лағың бар ма? Аулада қора бар. Оның лағы. Оның лағы жоқ. Қорада ақ лақ бар. Олардың лақтары. Балалар, сендердің де жауаптарың осындай болды деп ойлаймын. Айтылым үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып айт. Это задание, дети, вы должны выполнить устно. Вместо картинок вы должны проставить нужные слова с нужными окончаниями. Удачи, ребята! Ал қане, жауаптарымызды тексерейік. Менің лағым бар. Сенің лағың бар. Сіздің лағыңыз бар. Оның лағы бар. Менің алмам жоқ. Сенің алмаң жоқ. Сіздің алмаңыз жоқ. Оның алмасы жоқ. Балалар, сендердің де жауаптарың осындай болды деп ойлаймын. Жазылым төртінші тапсырма. Адасқан әріптер ойыны. Әріптерді орнына қойып жаз. Игра заблудившиеся буквы. Дети, вы должны проставить нужные звуки в нужные места и образовать правильные слова. Удачи вам! Ал енді балалар, Ілияс Жансүгіровтің «Бөрте лақ» өлеңін жаттайық. Шөре-шөре лағым, тентек болма шырағым,
Секектеме, демің дал, селтеңдемей құлағың. Это стихотворение, дети, вы должны выучить. Ал енді балалар, сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Я думаю, дети, вам задания все были понятны. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Сау саламат болыңдар.